Неге салауат айтуымыз керек? Өйткені Алланың өзі пайғамбарға салауат айтады, қажекелер. Алланың өзі салауат айтады, қараңыздар. Ешбір пайғамбарға Алла тағала ондай нәрсені бермеген, бірақ біздің Мұхаммед пайғамбарға Алланың өзі салауат айтады. Құранда Алла тағала аятта айтады: «Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби» дейді. Ақиқатында Алла және оның бүкіл періштелері пайғамбарға салауат айтудың үстінде дейді. 24/7 не істейді дейді? Салауат айтудың үстінде дейді, қараңыздар. Бүкіл Алланың періштелері. Алла өзі салауат айтады. Оның періштелері салауат айтады. Енді бізге айтып жатыр: "Ей, иман келтіргендер, сіздер де пайғамбарға салауат айтып, сәлем жолдап тұрыңыздар" дейді. Көрдіңіздер ме? Адамның осы аятқа сай өмірде бір рет пайғамбарға салауат айту уәжіп екен, парыз, міндетті. Көрдіңіздер ме? Әрбір мұсылман өмірінде бір рет пайғамбарға салауат айту не екен? Уәжіп, міндетті. Салауат айтпай мұсылман кетіп қалса, оның ақыреттегі жағдай қиын болады дейді ғалымдарымыз айтады. Бір салауат, тым болмаса бір салауат, яғни саллаллаху алейхи уассалам деп айтпаса,